Қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіздер. Сіздерге баклажанды духовкада пісіретін өте тез әрі оңай дайындалатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін осылай 3 дана баклажанды тазалап жуып, екі шетін осылай кесіп тастайсыздар. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аласыздар. Турап болған соң азырақ тұз сеуіп, баклажанымызды жақсылап араластырып аламыз. Менде видеода көрсетілмей қалыпты. Осылай барлығын жақсылап турап болған соң, 2 дана жұмыртқамызды жарып араластырып аламыз, азғана тұз сеуіп. Егер жұмыртқа үлкен болса, 1 қоссаңыздар да жетеді. Менде сухаридің осы түрі болды. Негізі канешеро деген корейский түрі бар. Соны қолдансаңыздар болады. Піскен кезде сап-сары болып шығады. Менде осы түрі болды. Жұмыртқаның бір жағын осылай батырып, сухариге батырып аламыз. Сухариге батырылған бетін жоғары қарай противенге жинайтын боламыз. Печкаға жібереміз. 180-200 градуста 15 минутта піседі. Соусымызды дайындап аламыз. Осылай майонезге укроп, чесногымызды салып араластырып аламыз. Ендігі кезекте қызанағымызды осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Бұл арасына орағанға. Өте тез, өте жаңағыдай дәмді болатын рулеттердің бірі. Қонақтар келген кезде дайындасаңыздар болады, уақыттарыңызды үнемдейді. Осылай сухариге батырған бетін сыртқа қарай орайтын боламыз. Соус жағып, салатный листья қойып, помидор қызанағымызды қойып орайтын боламыз. Екіншісінде көрсетіп жатырмын. Осылай соус, салатный листья, қызанақ жақсылап орап, ыдысымызға жинайтын боламыз. Осылай барлығын жинап болған соң, үстіне әрлеуге соус қолдансаңыздар болады. Менде соус қалмапты. Түрі де, дәмі де әдемі болады. Осымен рулетіміз дайын. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.